қастарында жүру деп жатсыз ғой, кәсіпкерлердің мықты. Или соның ассистент болатын болсаңшы, ол қалай болады? Мен көп адамдарға соны айтам, ассистент ең мықты күшті профессия деп ойлаймын, бірақ сіздің қасыңызда күшті кәсіпкер болса. Өйткені сіз оның опытын алып аласыз. Бірақ қазір қиын уже. Біз соны көп айтып жатыр, ассистент деп, қазір уже кәсіпкердің қасына тұрып алу қиын. Қазір ассистенттердің өздері күшті кәсіпкерлер, күшті там операционщиктар и так далее. Сондықтан егер де сіз мүмкіндігіңіз болса, онда ассистент болып барыңыз. Любой кәсіпкерге. Егер нольдан бастап вообще опытың жоқ болатын болса, белгілі бір кәсіппен айналысып, уже результат істеп жатқан мықты адамдар болатын болса, соның қасына жұмысқа тұрып көмектесіп ақша тапсаң болады. И екінші күшті инсайт, то что, ребят, сен білмейсің, бір нәрсе істегің келіп жатса, уже істеп қойғанымнан сұрай саласың. Істеп қойған, сол результатқа жеткен сондай адамдардың қасында жүрсең, аралассаң вообще